Әңгімеміз, шынын айтсам, көпшілігіміз күнделікті өмірде мән бере бермейтін. Бірақ табиғаттың таңғажайып бір бөлшегі болып табылатын жәндіктер туралы болмақ. Олар жаздың шуақты күндерінде шырылдаған дауыстарымен бізді рахатқа бөлейді. Кейде балалық шағымызды еске салады. Ал кейде тіпті бүкіл бір өркениеттердің тағдырына әсер еткен. Иә, мен шегірткелерді айтып отырмын. Осы кішкентай ғана жаратылыстың қаншама құпиясы бар екенін білесіз бе? Олардың әлемі біз ойлағаннан әлде қайда күрделі әрі қызықты. Бүгін біз осы бір ғажайып жәндіктердің әлеміне тереңірек үңіліп, олардың ең қызықты деген сырларын ашатын боламыз. Олардың қалайша керемет секіретінін, бір-бірімен қалай сөйлесетінін, және кейде неліктен үлкен апатқа айналатынын талқылаймыз. Мен сіздерге бұл ақпараттың жай ғана қызықты емес, сонымен қатар табиғатқа деген көзқарасыңызды өзгертетініне сенімдімін. Себебі әрбір тіршілік иесі бұл үлкен бір механизмнің маңызды бөлшегі. Ендеше, дайын болсаңыздар, біз бастайық. Бүгін біз шегірткелер туралы қызықты 5 мәліметпен бөлісеміз. Бұл саяхатымыз сіздерге ұнайды деп үміттенемін. Біз сіздер үшін ең таңғаларлық, ең ерекше деректерді жинақтадық. Шегірткенің қарапайым жәндік емес, нағыз табиғат туындысы екеніне көз жеткізетін боламыз. Олардың мыңдаған түрлері, ерекше қабілеттері мен тіршілік ету ортасы сізді таң қалдырары сөзсіз. Мүмкін, осы видеодан кейін сіз жасыл шөптің арасында шырылдап жатқан шегірткеге басқаша көзбен қарайтын боласыз. Ал, кеттік, табиғаттың таңғажайып әлеміне саяхат жасайық. Алғашқы дерегіміз шегірткелердің таңғаларлықтай сан алуандығына арналады. Көпшілігіміз шегірткені жасыл немесе қоңыр түсті, шөп арасында секіріп жүретін қарапайым жәндік деп білеміз. Алайда, ғалымдардың зерттеуі бойынша жер бетінде шегірткелердің 18 мыңнан астам түрі бар екен. Бұл дегеніміз, әрқайсысының өзіндік ерекшелігі, тіршілік ету ортасы, тіпті сыртқы келбеті де әртүрлі. Олардың кейбірі тропикалық ормандардың қалың нуында, кейбірі биік таулардың шыңында, ал енді біреулері шөлейтті далада өмір сүреді. Әр ортаға бейімделуінің өзі бір керемет емес пе? Бұл түрлердің арасында көлемі жағынан да үлкен айырмашылықтар бар. Мысалы, кейбір шегірткелердің ұзындығы небәрі бірнеше миллиметр болса, Оңтүстік Америкада кездесетін алып шегірткелердің денесі 15 сантиметрге дейін жетеді. Олардың түстері де сан алуан жасыл, сары, қызыл, көк, тіпті гүлге немесе ағаш қабығына ұқсап, жауларынан жасырыну үшін таңғажайып камуфляж жасай алатын түрлері де бар. Бұл құбылыс мимикрия деп аталады, және ол шегірткелердің аман қалуы үшін өте маңызды. Олардың кейбірі улы өсімдіктермен қоректеніп, өздері де улы болып кетеді. Осылайша жыртқыштардан қорғанады. Осы 18 мың түрдің әрқайсысы табиғаттың бірегей туындысы екенін ойлап көріңізші. Әрқайсысының экожүйеде өз орны, өз міндеті бар. Кейбірі өсімдіктерді тозаңдандыруға көмектессе, енді бірі басқа жәндіктер популяциясын реттеп отырады. Олардың осыншама көп түрге бөлінуі миллиондаған жылдарға созылған эволюцияның нәтижесі. Бұл дерек бізге табиғаттың қаншалықты бай әрі күрделі екенін тағы бір рет дәлелдей түседі. Біз білетін шегіртке осы үлкен әлемнің тек кішкентай бір бөлшегі ғана. Енді шегірткелердің ең танымал қабілеті секіруіне тоқталайық. Бұл жәндіктердің секіруі жай ғана қозғалыс емес, нағыз акробатикалық трюк десе де болады. Себебі, шегіртке секірген кезде өз дене ұзындығынан 20 есе, ал кейбір түрлері тіпті 50 есе биікке немесе ұзындыққа секіре алады. Егер адамның осындай қабілеті болса, біз бір секіргенде футбол алаңын толықтай кесіп өтер едік. Бұл мүмкін емес сияқты көрінеді. Бірақ шегірткелер үшін бұл қалыпты жағдай. Олар мұндай керемет нәтижеге қалай жетеді? Бүкіл құпия олардың артқы аяқтарының ерекше құрылысында жатыр. Бұл аяқтар өте күшті, серпімді бұлшықеттерден тұрады және катапульта механизміне ұқсас жұмыс істейді. Секірер алдында шегіртке артқы аяқтарын бүгіп, бұлшықеттеріндегі энергияны жинайды. Бұл процесс бірнеше секундқа созылуы мүмкін. Содан кейін сол жинақталған энергияны бір сәтте босатып, өзін алға қарай зымыранша атады. Бұл процесс өте жылдам болғандықтан, біз оны жай көзбен байқай алмаймыз. Бұл табиғаттың нағыз инженерлік шедеврі. Бұл қабілет олар үшін өмірлік маңызға ие. Шегірткелер секіру арқылы жыртқыштардан, мысалы құстардан, кесірткелерден, немесе басқа жәндіктерден лезде қашып құтылады.
Сонымен қатар, бұл олардың қорек табуына және алыс қашықтықтарға тез жетуіне көмектеседі. Қанаттары болса да, көптеген шегірткелер ұшудан гөрі секіруді жөн көреді. Себебі бұл әлдеқайда аз энергияны қажет етеді. Олардың осы бір ерекше қабілеті эволюция барысында миллиондаған жылдар бойы жетілдірілген тіршілік үшін күрестегі басты қаруы. Жаздың жылы кештерінде далаға шықсаңыз, міндетті түрде таныс бір дыбысты естисіз. Бұл шегірткелердің шырылы. Бұл дыбыс жай ғана шу емес, бұл олардың бір-бірімен сөйлесу, байланысу тәсілі. Бірақ олар бұл дыбысты ауыздарымен немесе дауыс желбезегімен шығармайды. Шегірткелер дыбыс шығару үшін қанаттарын бір-біріне үйкелейді. Бұл процесс тридуляция деп аталады. Олардың бір қанатында кішкентай тісшелері бар егеу болса, екінші қанатында сол егеуге үйкелетін қатты қырғыш болады. Осы екі бөлікті үйкелегенде біз еститін таныс шырыл пайда болады. Бұл музыканы көбінесе еркек шегірткелер шығарады. Олардың бұлай шырылдауының бірнеше себебі бар. Ең бастысы, ұрғашы шегірткелердің назарын аудару және оларды шақыру. Әрбір шегіртке түрінің өзіне тән, қайталанбас әні болады. Ұрғашылары осы дыбыс арқылы өз түрінің еркегін тауып, басқа түрлермен шатастырмайды. Бұл нағыз табиғи код. Сонымен қатар, еркек шегірткелер өз аумағын белгілеу және басқа еркектерге бұл жердің бос емес екенін ескерту үшін де шырылдайды. Кейде екі еркек шегіртке бір-бірімен ән жарыстырып жатқанында байқауға болады. Ал ұрғашы шегірткелер бұл дыбысты қалай естиді? Олардың құлақтары біздікіндей басында емес, алдыңғы аяқтарының тізе тұсында, немесе құрсағының бірінші сегментінде орналасқан. Бұл есту мүшелері өте сезімтал болып келеді, және дыбыстың қайдан шығып жатқанын дәл анықтауға мүмкіндік береді. Осылайша, шегірткелер өздерінің күрделі әлеуметтік өмірін дыбыстар арқылы реттеп отырады. Біз үшін жай ғана жаздың дыбысы болып көрінетін бұл шырыл, олар үшін махаббат, бәсекелестік пен қауіп туралы ақпарат алмасудың маңызды құралы. Шегірткелердің көпшілігі зиянсыз, тіпті пайдалы жәндіктер болғанымен, олардың кейбір түрлері адамзат үшін нағыз апатқа айналуы мүмкін. Бұл топтасып өмір сүретін шегірткелер. Қолайлы жағдайлар туғанда, мысалы, ұзаққа созылған құрғақшылықтан кейін жауын-шашын көп болса, олардың саны күрт артып, олар бір-біріне тартыла бастайды. Осы кезде олардың мінез құлқы, тіпті сыртқы келбеті де өзгереді. Олар жалғыз өмір сүретін сатыдан топтасып өмір сүретін сатыға өтіп, үлкен үйірлерге бірігеді. Бұл үйірлер миллиондаған, тіпті миллиардтаған шегірткеден тұруы мүмкін. Осындай үлкен топтар аспанды қара бұлттай қаптап, жолында кездескен барлық өсімдікті, егістікті жалмап кетеді. Бір шаршы шақырым аумақты алып жатқан шегірткелер тобы бір күнде 35 мың адамның азығына жететін өсімдікті жеп қоя алады. Бұл ауыл шаруашылығы үшін орасан зор шығын. Ал кейбір елдерде бұл ашаршылыққа әкеліп соғатын нағыз табиғи апат. Тарихта шегірткелердің шабуылынан тұтас өркениеттердің зардап шеккені туралы деректер көп. Мысалы, ежелгі Мысырда, Қытайда және басқа да елдерде шегірткелер шабуылы Құдайдың қаһары ретінде қабылданған. Бұл құбылыспен күресу өте қиын. Себебі, шегірткелер тобы өте үлкен аумақты алып жатады, және үнемі қозғалыста болады. Олар бір күнде 150 шақырымға дейін ұшып бара алады. Қазіргі кезде ғалымдар мен мамандар спутниктер арқылы шегірткелердің көбею ошақтарын бақылап, олардың топтасуының алдын алуға тырысады. Дегенмен, бұл мәселе әлі де көптеген елдер үшін, әсіресе Африка мен Азияда, өзекті болып қала береді. Бұл бізге табиғаттың күші кейде қаншалықты жойқын болатынын еске салады. Біз шегірткелерді құрлықта, шөптің, ағаштың арасында өмір сүретін жәндік ретінде білеміз. Алайда, табиғаттың таңғажайыптығы сонда, шегірткелердің кейбір түрлері тіпті су астында да өмір сүруге бейімделген. Бұл өте сирек кездесетін және ерекше құбылыс. Олардың ең танымал өкілі су шегірткелері, латынша айтқанда Paulinia acuminata. Бұл жәндіктер оңтүстік Американың өзендері мен көлдерінде тіршілік етеді, және өмірінің басым бөлігін су өсімдіктерінің жапырақтарында өткізеді. Бұл эволюцияның таңғаларлық нәтижесі. Бұл шегірткелер су астында қалай демалады. Олардың денесін кішкентай, су өткізбейтін түктер қаптап тұрады. Суға сүңгіген кезде осы түктердің арасында ауа көпіршіктері қалып қояды.
Бұл көпіршіктер оларға су астында біраз уақыт дем алуға мүмкіндік беретін табиғи акваланг қызметін атқарады. Олар осылайша су астындағы өсімдіктермен қоректеніп, жыртқыштардан тығыла алады. Тіпті жұмыртқаларын да су өсімдіктерінің сабақтарына салады. Бұл олардың ұрпағының қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Су шегірткелерінің бұл ерекше бейімделуі бізге тіршіліктің кез келген ортаға бейімделе алатындығын көрсетеді. Құрлықта секіріп жүретін ата-бабаларынан тараған бұл жәндіктер уақыт өте келе сулы ортаны толықтай игеріп алған. Бұл табиғи сұрыпталудың және тіршілік үшін күрестің айқын мысалы. Бұл дерек шегірткелер әлемінің қаншалықты алуан түрлі және біз үшін әлі де толық зерттелмеген құпияларға толы екенін тағы бір рет дәлелдейді. Табиғат бізді таң қалдыруын ешқашан тоқтатпайды. Міне, қымбатты достар, біздің шегірткелер әлеміне жасаған шағын саяхатымызда өз мәресіне жетті. Бүгін біз осы бір кішкентай ғана жәндіктердің қаншалықты таңғажайып екеніне көз жеткіздік. Олардың 18 мыңнан астам түрінің болуы, денесінен 20 есе биікке секіре алуы, қанаттарымен сөйлесуі, кейде үлкен апатқа айналуы, тіпті су астында өмір сүретін түрлерінің болуы, мұның бәрі табиғаттың шексіз қиялы мен құдіретінің көрінісі. Әрбір тіршілік иесі, тіпті ең кішкентайының өзі, бұл үлкен бір механизмнің ажырамас бөлшегі. Бұл деректер бізге айналамыздағы әлемге мұқияттырақ қарауға, оның әрбір құбылысын бағалауға үйретеді деп ойлаймын. Күнделікті көріп жүрген шегірткенің артында миллиондаған жылдық эволюция, тіршілік үшін күрес және таңғаларлық бейімделу механизмдері жатыр. Табиғат – бұл үлкен, ашық кітап. Бізге тек оны оқуға деген ынта мен қызығушылық қажет. Келесі жолы жаздың шуақты күнінде шегірткенің шырылын естігенде, сіз оның жай ғана дыбыс емес, тұтас бір әлемнің үні екенін есіңізге аларсыз. Осындай қызықты деректер сізге ұнады ма? Пікір қалдырыңыз және арнамызға жазылыңыз. Сіздің қолдауыңыз біз үшін өте маңызды. Біз алдағы уақытта да сіздерді табиғаттың басқа да құпияларымен таныстыруға тырысамыз.